Мен Ақжігітов Нұрмағамбет. Біз бүгін ТО Ақсүт шаруа қожалығындамыз. Бұда жалпы 840 сиыр сауылады қазір уақытта. Жалпы фураждың саны 1700-дің үстінде. Ассалаумағалейкум ағайындар. Біздің бүгін сиырымыз келді. Туғанына 4 айдан асқан сиыр. Бір желінінде ісік пайда болған. Соны қазір маститке тексереміз, яғни мастит желін сау ауруына. Сосын және оның емделу жолдарын түсіндіреміз. Қазір желінімізді сүртіп тазалап алдық. Міне 4 желін. Мына бізде маститті жаңағыда желін сау ауруын анықтайтын чашкамыз айтылады. Чашка деп айтамыз. Планшет деп айтады. Осыған әр желінен түст аламыз. Отбор молока. Түш. Болды. Қазір тексеру әдісін көрсетемін. Алған сүтімізді үстіне арнайы маститті тексеретін тест бар. Соны қосамыз, сол арқылы анықтаймыз. Жерде қазір қайсысында клей пайда болады, түсі өзгереді. Сол желін ауру деген сөз. Сол жерінде мастит желін сау бар деген сөз. Мұны өздеріңіз көріп тұрғандай барлығы сұйық. Мына біреу клейге айналып кетті гельге. Қараңыздар, міне, үстінен бәрі сұйық. Мынау қою міне. Желі сияқты болып қалады. Маститпен ауырған желінді қара міне. Көрдің бе, клей сияқты болып тұр. Мыналар желін, сау желін ешқандай ештеңе айналмайды. Біздің міне артқы сол жағымыз желін ауру, желін сау ауруымен ауырып тұр қазір. Бұл жерде сүт шығып тұр, әрі субклинический мастит деп айтамыз бұны, субклиникалық желін сау ауруы. Клиникаға толық өтпеген, бірақ белгілері бар уже. Желін саумен ауырған малдар, маститпен ауырған малдардың сүті ішуге, пайдалануға, переработкаға жарамсыз. Және ол келешекте ол желінді жақсылап дұрыстап емдемесек, ол сиыр, то есть біраққа кететін сиыр болады. Мүлдем сиырдан айырылып қалуымыз мүмкін. Сол үшін өте маңызды. Бұны дұрыстап, дәлме-дәл өз уақытысында емдегеніміз өте маңызды. Бұл жерде субклиникалық мастит, сыртқы белгісі кішкене ғана отегі бар, қатты емес. Температура сиыр, температура береді. 39-40-41 градусқа дейін температура өтіп, мазасызданады, сиыр ештеңе жемейді. Вялый болып қалады сиыр. Желінді жаңа мастит тест арқылы тексерген кезде көрсетіп тұр қайсысында мастит бар екені. Сауған кезде арасынан іртік-іртіктер шығады. Немесе сүт қою. Кәдімгі жай сүтке қарағанда қоймалжың сүт шығады. Сары, цвет өзгерген. Немесе қанмен шығады, іріңмен шығады. Оның түрінен байланысты маститтің қандай түрі. Мастит бактериальный, вирусный, әртүрлі бөлінеді, геморрагический болып бөлінеді. Біздің мына жерде енді басталып келе жатқан мастит, субклиникалық мастит деп айтамыз. Біз бұны қалай емдейміз? Бізде маститті емдеу үшін қазір соңғы қолданып жатқан препараттарымыздың бірі Нитофармның мастигард препараты. Интерцистеральный препарат, яғни желінге сосок арқылы жіберілетін препарат. Мастит қабынып тұрған желінді толық местный емдеу, местный тәсіл арқылы емдеу. Местный арқылы емдеу. Бұның құрамында 2 түрлі антибиотик және противовоспалительдің ең мықтысы тұр, және 20%. Оны салудың әдісі, сиырымызды жақсылап сауып аламыз, желінен босатып. Содан кейін қазір көрсетемін. Міне сиырымызды сауып алдық толық, міне көрініп тұр жаңағы субклиника деп айтқанымен клинический белгісі бар уже, желін ісікен, формасы өзгерген. Қазір препаратты салу әдісін көрсетемін. Нитофармның өзінің салфеткасы бар. Спиртпен желінді жақсылап сүртіп аламыз. Желінің ұшын сүртіп тазалап. Қақпағын ашамыз. және сосокты ұстап тұрып
ішіне енгіземіз. Сосын сыртынан толық массаж жасаймыз. Болды. Окситоцин қолданып сиырды жақсылап сауып болғаннан кейін препаратымызды енгізгеннен кейін тері астына біз антибиотик тағы да қосымша антибиотик енгіземіз. Цефтонид, тоже нитофармның препараты, ол сүттен шықпайды ешқандай. 5 күнге дейін соны саламыз, және әр сауып болғаннан кейін жаңағы бастигардты желінің ішіне жіберіп отырамыз. Сиырымыз 3-5 күннің ішінде 100% сауып кетеді.